Баршаңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы 3 ақ заттан жасалатын өте жеңіл, тойымды, пайдалы, қолжетімді салат түрін әзірлейтін боламыз. Видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Осылай видеодағыдай жарты қырыққабатты алып, өзімізге ыңғайлы етіп кесіп, соломка етіп майдалап турап алатын боламыз. Толық рецептін описание бөлімінен көрсеңіздер болады, сонда жазып қалдырдым. Қырыққабатты өзіңізге ыңғайлы етіп кез келген пішінде турай берсеңіздер де болады. Менде үйде адам санына байланысты осылай жарты қырыққабат пайдаландым. Сіздер үйдегі адам мөлшеріне байланысты қырыққабатты көбейтіп немесе азайтып жасай берсеңіздер де болады. Қабаттарымыздың барлығын турап алғаннан соң 1 шай қасық тұзымызды үстінен салып жіберетін боламыз. Тұзымыз қырыққабатты жұмсартатын болады. Енді осындай үйде бар аскөктерді турайтын боламын. 2-3 бөлігін сәндік үшін бөлек қалдырамын. Егер сізде үйде аскөк болмаса, оны қосу міндетті емес. Осылай барлығын турап алғаннан соң, үстінен консервіленген жүгерімізді де саламыз. Содан соң оның үстінен 2-3 қасық майонезімізді де салып, барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай салатымыз дайын. Енді салатымызды тәрелкеге немесе өзіңізге ыңғайлы ыдысқа орналастырып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Мен үстін осылай аскөкпен безендірдім. Өз қалауларыңызша осылай дастарханға ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Достар, видео ұнаған болса, міндетті түрде пікір жазып, лайк басып, арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыз.